Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге қарақат және таңқурайды қалай мұздатқышта қатыру керек, сол жөнінде көрсетемін. Бұл әдісті мен қолданып жүргеніме 4 жыл болды. Қыстың кезінде, мысалға осы таңқурайды әртүрлі пирогтарға, түрлі тәтті десерттерге қолданамын. Тіпті торттың оформлениясын жасаған кезде де қатырылған таңқурайды қолданамын. Оның жаңа қатыру әдісі кішкене өзгешелеу, қарақаттікі мүлдем басқаша. Қазір сіздерге барлығын көрсетемін, иә. Қараңыздар, мына жерде таңқурайды қатырған кезде, яғни малинаны қатырған кезде, оны жумаймыз. Егер жусаңыздар, оның суы шығып, бір-бірімен жабысып, езіліп кетеді. Мүлдем жумайсыздар. Енді бұны қатыру үшін мен әрдайым осы мұздатқыштың осындай жәшігі болады. Сол жәшікті аламын, ішіне пергамент қағазын төсеймін. Өйткені пергамент қағазын төсемесеңіздер, мына біздің пластмасқа жабысып қалуы мүмкін. Мінекей жәшік осындай, өте ыңғайлы, үлкен, бірден көп көлемде бірнеше таңқурайды жақсы қылып жаңағы қатыра аласыздар. Бұл қатырылған таңқурай бірнеше жыл бойы мұздатқышта тұра береді, қыстың кезінде пайдалансаңыздар болады. Ешқандай жабыспайды, езілмейді, керемет болып сақталады. Ал енді қалай қатырамыз? Ең бір алдымен, яғни бұл құрғақ болып тұру керек. Қараңыздар, қолдарыңыздан істеген кезде суы шығып, жабыспау керек. Егер суы шығып, уже езіліп жатырса, мұндай таңқурайды сіздер қатыра алмайсыздар, бәрібірде олар езіліп кетеді. Мінекей қараңыздар, таңқурай осындай құрғақ, керемет өзінің формасын сақтаған, әдемі болып тұр. Осылардың әдемілерін алып біз осылай тізіп шығамыз. Бұл дәл таңқурайды қалай сақтау керек, сол жөнінде көрсетіп жатырмын. Ал егер құлпынайды қатыратын болсаңыз, қарақат, шие сияқты жеміс-жидектерді қатыратын болсаңыз, олардың әрқайсысын бұлай тізіп қажет емес. Олар мүлдем басқаша қатырылады. Қазір мен сіздерге қарақатты көрсетемін ғой. Мінекей сол қарақатты қатырған әдіспен сіздер құлпынай, шие сияқты өрік, тағы басқа жеміс-жидектерді қатыра аласыз. Мына жерде кейбірлері езіліп жатыр, оларды салмаған дұрыс, өйткені формасы өзгеріп кетеді. Мен бұл қатырылған таңқурайларды тортты әсемдеуге қолданамын көбіне, немесе пирогтың ішіне салуға, орысша айтқанда ягодный, сондай жеміс-жидекті пирогтар жасаймын жиі, соған өте жақсы үйлеседі. Барлығын осылай тізіп шығамыз. Мінекей достар, мен малинаның таңқурайдың барлығын осылай тізіп шықтым. Енді осы нені алып, жәшікті алып, мұздатқышқа саламын. 24 сағат бойы ұстаймыз. 24 сағатта ол кәдімгідей толықтай қатып қалады. Содан соң бар біз оны кішкентай пакетиктерге бөліп, немесе осындай ыдысқа салып, жаңағы қатырып сақтай берсеңіздер болады. 24 сағаттан соң мен сіздерге көрсетемін. Ал қарақатты қалай біз қатырып сақтаймыз, иә? Өзі қарақат біз сатып алған кезде, мұны қараңыздар, осындай ыдыста тұр. Бізге осындай бір ыдыс қажет. Немесе ана майонездің бір шелегі болады, кішкентай 500 мл, бір стакандық деген сияқты. Бәрібір ең бастысы беті ашық ыдыс болу керек. Бетін жаппаймыз. Осы күйінде біз мұздатқышқа саламыз. Бұның сыртында пленкасы бар. Сол себептен де ол жабыспайды, уайымдамаңыздар. Шиені, құлпынайды, өрікті, жаңағы осы қарақатты осы күйінде, жаңағы ыдыста тұрған күйінде бетін жаппай біз сақтай аламыз. 24 сағат сақтаймыз, кейін барып оны алып пакетиктерге салып қоясыздар. Қазір 24 сағаттан кейін мен сіздерге осы қатырған күйін көрсетемін. Мінекей достар, қараңыздар, бізде таңқурай да, қарақат та 24 сағат бойы мұздатқышта тұрды, керемет болып қатты. Қараңыздар, малиналар міне осылай алынып жатыр. Бұл қатты болып тұр, кәдімгі тас сияқты. Енді бұларды мен қазір алып, осындай пакетикке салам. Арнайы заморозкаға арналған. Егер сіздерде мындай пакетик болмаса, қарапайым целлофанға салсаңыздар болады. Бұны ақырындап салам. Осылай, өйткені бір-біріне қатты соғысса, кішкене кеулері сынып кетуі мүмкін. Осылай барлығын саламда пакетикке, сосын сақтай береміз. 4 жыл болсын, 5 жыл болсын, бұлар морозилькте керемет сақталып тұрады. Ең басты сол мұздатқышта тұруы керек. Қараңыздар, міне пакетке осылай барлығын салдым. Ешқайсысы бір-бірімен жабыспайды. Формалары керемет сақталды. Осының бетін жауып, енді мұздатқышқа салып қоям. Керек кезде шетінен алып пайдалана беремін. Қарақатты да дәл солай.
Бұлардың ешқайсысы бір-біріне жабыспады. Қараңыздар, керемет сақталды. Осыларды алып, бұны да пакетикке саламыз. Көрдіңіздер ма? Ешқайсысы жабыспайды. Бұның сыртында өткені пленкасы бар. Мысалға, шиені де дәл осылай қатырсаңыздар, құлпынайды да дәл осылай қатырсаңыздар, олар бір-біріне жабыспайды. Осылай керемет болып сақталып тұрады. Қарақаттыда мен пирогты әсемдеу үшін, әртүрлі жаңағы компот, сондай нәрселер жасау үшін әрдайым пайдаланамын. Мінекей, бізде барлығы дайын. Бұны да керек кезде шеттен алып пайдалана беремін. Достар, егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қандай видеолар болғанын, көп болғанын қалайсыздар, сонда комментарийге жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде түсіремін.